Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қазақ елі. Енді біздер Қазақстанда көзіміз жетті. Саяси оппозиция Қазақстанда құру мүмкін емес. Өйткені Қазақстан толық Ресейдің астына өтті. Қазір передача персональных данных 2023 жылы Қазақстанның бүкіл жеке тұлғалардың мәліметтері ортақ базаға өтті. Қазір Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей бір ақпарат базы. Сондықтан саяси оппозиция толық Ресейдің ФСБ-сында контрольда болады. Енді біз Түркия мемлекетінде Қазақстан Республикасының азаматтары саяси партия ашуға әрекет жасаймыз. Қазақстанда шынайы ниеті таза, ұлтшыл қазақтар болса, маған хабарласыңыздар. Байланыс телефоным +380 680 25 27 25.